звондадым есіктің алдына келгенде. Шық дедім, ішім көйлекпен шыққан, ана бір насесін жамылып алған, келді. Соны келдім де айттым, сиыр сипағанды білмейді, не істеп жүрсің дедім де, бауырдым, шапалақпен. Сөйтсем, мен ұстап алғам, көзім бақырайтады. Мен 20 жылда оны әлі көрген жоқпын ондай түрін ше. Ана түрін алмады маған. Қой деймін де, жібер куртканы десем, көзім бақырайды бүйтеді, шатынайды. Алдымда басымен бауырым деп бұрылып кетіп қалдым. Сен бір үш әйел жүгір шығды дейді. Мен әдейі боқтап кетіп қалдым. Болмайды олай. Менің ойымша, сенің келгендегі мақсатың, сен отбасыңды сақтап қалуың керек. Обязательно. Онсыз өмір сүремаймын. Өйткені сұрамайсың онсыз. Жоқ. Бірақ сен мынаны білесің, егер ұра беретін болсаң, әйелің де шыдамауы мүмкін ертең. Ұра бергенде мен жынды емеспін, күні көрмеймін ғой. Міне бір 5 жыл ба, 4 жыл ма болған ұрмағалы ше. Ол соны расчувствовался бар ғой. Страх терять еткенде анау мен базар бетіме қарайды, қарамасын дейді, мен әйелім ғой ол. Страх жоғалтып алған анау ше. Оны ұрып тұру керек еді. Апта сайын ұрып тұрсаң, сол страх жоғалтпас еді. Ол қазір кетіп қалмас еді. 20 жыл болды, бірінші рет кетіп тұр ше. Олай болмайды ол. Кетіп қалды ма? Айтып отырмын ғой, семейде қазір тас кешкеннен қызы, семейде үйінде жатыр 4 баламен.